Баяғыда бір әдемі қазақ ауылында Толағай деген өте мейірімді, өте күшті бір бала өмір сүріпті. Толағай кішкентайынан ақ адамдарға көмектесуді жақсы көрген. Біреу кішкентай құмырамен су әкелсе, Толағай алып торсықты жеңіл көтеретін. Екі адам жара алмай жүрген ағашты ол бірақ соққымен оп-оңай жарып жіберетін. Бірақ бір жылы ауылға қатты аптап ыстық түседі. Өзен кеуіп, жануарлар шөлдеп, балалар да қиналып қалады. Ауыл ақсақалдары жиналып, судың тек алыстағы үлкен таудың ар жағында ғана бар екенін айтады. Сонда Толағай батыл түрде: "Мен барамын, ауылды құтқарамын", дейді. Ол тауға тартып кетеді. Алдынан көкке көтерілген алып тау шығады. Толағай тауды екі қолымен құшақтап, бар күшін салып көтереді. Тау қозғалып, жер сәл дірілдеп кетеді. Сөйтіп, Толағай үлкен тауды ауылға дейін көтеріп әкеледі. Тау орнына қойылғанда оның етегінен мөлдір бұлақтар ағып шығып, өзенге айналады. Ауылға су оралады. Балалар шаттанып ойнап кетеді. Адамдар қуана қуанышпен Толағайды ортаға алады. Сол күннен бастап ауылда су таусылмайды.